Сәлем баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Гаухар боламын. Бүгін мен сіздерге отбасымызбен бірге өткізетін жексенбілік кешкі асымызды көрсететін боламын. Жұмыс аптасы аяқталып, бәріміз бір дастархан басында бас қосып отырмыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін маған жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен өте қатты қуанатын едім. Кешкі шайымызды тапшанға дайындап жатырмын. Кешкі асқа, десертке қызым осындай зебра пирог жасаған болатын. Өте әдемі және де өте дәмді болып шықты. Тағы да тамағымыз сорпа, өте дәмді. Жаздың күні негіз осындай сұйық, жеңіл тағамдар жақсы ішіледі ғой. Балаларым да дастархан жаюға көмектесіп жатыр. Біздің кешкі асымыз осындай қарапайым, ыстық тамаққа бұл сорпа, десертке пирог. Біздерге ас болсын. Осындай кештердің ең тәтті сәті бұл балаларымен бірге отырып, бірге ас ішу. Қарапайым болса да жанға ерекше жылулық сыйлайды. Әңгімелесіп отырып, бір күліп, бір ой бөлісіп, күнім шаршағаным да ұмытып кетемін. Міне біздік жексенбілік кешкі асымыз осылай өтті. Отбасы ең үлкен байлық. Достар, сіздер де жақындарыңызбен бірге өткізген әрбір сәтті бағалаңыздар. Қазіргі уақытта қарасаңыздар, барлығымыз жұмыс деп телефонға үңіліп, балалар өзімен телефон қарап отырады, біз телефон қарап отырамыз. Сөйлесу азайып бара жатыр. Сондықтан мен отбасымда сондай қағида бар. Тамақ үстінде біз телефонның бәрін алып тастап, тек қана өзіміз әңгіме айтып отырамыз. Балаларға бүгінгі көңіл күйлерін сұраймын. Не жаңалық болды, қалай болды, барлығын осылай әңгіме айтып, пікір таласып отырамыз. Бұл өте жақсы деп ойлаймын. Міне біздің жексенбілік кешкі асымыз да осылай өтті. Сіздерге видео ұнады ма? Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.